кайфовать хочу кайфовать. Зан-зан-зани роза, ты моя глюкоза, у меня крепкий таза. Кайф, кайф от души, кайфовать хочу кайфовать. Кайфовать хочу кайфовать. Брат, ән жазыратын студия ма? Жоқ, би жазыратын студия. Не болды қатайып? Нормально сұрап жатырық қой. Көніп тұрған нәрсе, сұрамау керек еді да. В общем, брат, мына досым ән жазырайын деген еді да. В общем, қаншаны? 3 минуттық ән. Так, 3 миллион. 3 миллионға пиора аламын. Онда бар да пиора сатып ал, маған не дейсің? Сәл түспейсің ба? 3 миллион көп қой. Мақұл, 30 мың теңге. Сен түстегенде шлеп қатып түсіп кетеді екенсің да. Есімің кім сенің, брат? Қайрат. Бәрсе Қайрат Нұртас деген сіз бар. Ән айтатын, иә? Жоқ, менің фамилиям Қайрат Нұрсат. Нұрсат, микрорайон ба? Кет, әміз сияқталып ән жазымыз. Мына точно ән жазыратын бала ма? Көңшіксе, түріне қатсы. Жақсы. Басайсың ба? Ән дайын болғанда. Жақсы да істер ойлы. Брат, ән жазатын орталық па? Жоқ, шомылу жүзін үйрететін орталық па, білесің ба? О, жақсы бол. Қазір шомылды үйреніп. Ең ар тупой ма? Ән жазыратын орталық. Брат, мы екеуміз дуэт құрайын деп жатқанымыз. Дуэтке қандай ат қойсақ болады? Тюмон мен Пумба қойсаңдар, сонда жігіттер ойнайтам көңілгамындар. Де так кезет деген қойсаңдаршы. Қой, ондай топ бар ғой? Онда дос Мұқасан деп қойыңдар. Ондай да бар ғой, брат. Болмаса Мақпал Исабекова деп қойыңдар. Сен бізді мазақ қып тұрсың ба? Мен. Не алды? Бергеш? Кісі бұма. Айбай қызым, айбай. Не істейміз дегенде, стройка істейміз, не істейміз? Стройкасы не? Көп кішкентаймыз ғой әлі біз. Я одан да таксовать етейін. Қыздармен де күшті идея бар. Ана жерде ән жазыратын орталық бар, сол жерге барайық та. Сен соншалықты даусың бар ма не? Соны айтам, бір күшті ән айтатын адамға ұқсап тұр. Мен ғана емес, талай әншінің дауысы жоқ қой. Ал, сонымен не дегің кеп тұр бізге? Енді олар да фонограммамен жаздырады, біз де фонограммамен жаздырайық. Айгөлікке қатысақ та балпандағы. Мұналар тым түсінбейді екен ғой. Мен не дейін, домбырам не дейді? 1, 2, 3. Домбыраң сөйлейтін беді не? Бұған арты сөз айтпашы, пожалуйста. Осым қыздар фонограммамен ән жазырамыз да, тойға трио болып шығамыз да, ақша табамыз. Қанша жерде ақмақ болса да бас істейді екен, е? Сонда басы жұмыс істей ма? Ойбай, бұған сөйлеп тұрған мен ақмақ. Сендерге не болды мен мазақтай беріп? Бопты, подруга, ренжімеш, кеттік оданша. Фариза, сен қандай әншіні жақсы көресің? Айдана мен Дилла, сеніңше сүйікті әнші кім? Мурат Абдулда, ой, шучу, наверное, Эри. Не ғой, Зелеу, сенің әнші болғың келмей ма? Да, это моя мечта с детства. Сен әлі кішкентай баласың ғой, қайдағы с детства? Давай мы с тобой на соревнования пойдем, там на айголик, музыкальные инструменты, а потом будем певицами. Ол үшін бізге ән керек қой, әнші бол үшін ән керек. Давай тогда пойдем на студию. Жарайды, барсақ барайық. Саламатсыз ба, ән жаздыратын орталық па? Жоқ, хоккей үйірмесі ғой. Аға, неге мазақ қылып тұрсыз? Нормально сұрап тұр қосы деп. Көріп тұрып сұрау, нормалиға жата ма не? В общем, біз ән жаздырайын деп едік. Дуэтсіңдер ма? Жоқ, квартетпіз. Көрдіңіз ғой сіз екеуіңіз ғой. Қарындасым енді ма азбен өтпеді. Дуэттің аты қандай соны айтшы? Мақпал Исабекова. Ондай топ шынымен бар ма? Жарайды, жүрме қыздар. Ағай, ән қанша уақытта дайын болады? Бір примерно 2-3 жылдан кейін деп атық. Ағай, сізге бұл кент алдын ән емес қой?
Ха, кентал болса 10 жылда жазамыз ғой, сендерге жеңілдік айтып тұрмыз. Ағай, әзілдеп тұрсыз ба әлде шынымен ба? Ха, ойнап айтамын, 2 күннен кейін дайын болады. Бәсе, шешеш, әйтсе 2 жылда біз тарап кетеміз ғой. Немене кешірсіңдер ма? 2 жылдан кейін тарап кететін. Жоқ, кешу емес, Мақпал Исабековамыз. Сау болыңыз. Заказ көбейіп жатыр. Қош ондарын қош. Мақпал Исабекова деген шынайы бар екен ғой, бір жанды оған өтірік айта салған.